Келесі бізде Айгүл мен Тәуіржанның таныстығы. Бұл екеуінің таныстығы жақсы жалғасып жатыр, және көптеген бір жақсы жаңалықтар болып жатыр. Тәуіржан Айгүлді анасымен таныстырды, және де анасы Айгүлге қарсы еместігін білдіріп жатыр. Тіпті анасы мынандай бір видео жариялаған көрінеді. Көптеген көрермендер сұрап жатыр, Тәуіржан Айгүлді алам десе екі баласымен не дейсіз деген сияқты сұрақтарға, егер де Тәуіржан Айгүлді жақсы көріп қалса, мен ешқандай да қарсылығымды білдірмеймін деген секілді өзінің жауабын айтты. Сонымен енді анасының разылығы болып тұр. Келесі қадам Тәуіржанда. Ол Айгүлге үйлене ма, үйленбей ма, оны болашақта көре жатармыз. Ал сыртта байқау бойынша, біздің байқауымыз бойынша, екеуіне бірге жүрген жақсы, ұнайды, көңілді, ашық сөйлесетін секілді, бірақ та махаббаттың ұшқыны байқалмайды. Менің ойымша бұл екеуі жай ғана жақсы бір таныс, дос болып қалатын секілді соңында. Байқауымыз бойынша осылай. Сіздер не ойлайсыздар? Сіздер өздеріңіз ойыңызды айтып кетіңіз. Мүмкін Тәуіржан Айгүлді жақсы көріп қалатын шығар, мүмкін Айгүл Тәуіржанды жақсы көріп қалатын шығар. Сөйтіп біраз драма болатын шығар, онда көре жатармыз болашақта жоба барысында. Енді Заринаның қолдаушылары көптеген өздерінің негативті пікірлерін айтып та, жазып та жатыр. Заринамен әлі де жарасасың, Тәуіржан, саған Айгүлдің керегі не, Заринаға кел, оған орал деген секілді көптеген пікірлер жазылып та айтылып та жатыр. Енді тағдыры қалай шешеді, немесе екеуі қалай шешеді, солай болады демекші. Мүмкін ол бүгінде Заринамен де қосылып кетуі не ғайбат, не ғайбыл, білмеймін. Тәуіржан мен Зарина қосылып кетсе, егер де мысалға дейік, онда олардың қолдаушылары өте көп болады. Өйткені көптеген көрермендер екеуінің қосылуын әлі де қалап жатыр. Көптеген пікірлер, көруімізше, байқауымызша, естуімізше, осы екеуіне бір-біріне қосылып, екеуі жарасып кетеді деген пікірлер көп. Енді ол екеуі қосыла ма, қосылмай ма, болашақта көре жатармыз. Ал менің пікірім бойынша тең-теңімен тезек қабымен дейді ғой. Сондай.